Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің есімім Серік Зере. Бүгін Тамыз Толк подкастының ерекше қонағы Қазақстанның мүмкін әлемдік киноның болашақ жұлдызы Мыңжасар Жантөре. Сәлем Жантөре, көңіл күйің қалай? Жақсы, көңіл күйім. Өзіңіз қалайсыз? Рахмет, жақсы. Бүгінгі сұхбатымызға дайынсың ба? Я, әрине, дайынмын. Ал онда бастайық. Біріншіден, сен түскен фильмнің аты қандай? Бұл фильм туралы айтып кетсең? Мен түскен фильмнің аты «Балашка». Ол жерде мен қаланың бұзық баласымын, және менің ата-анам мені атама ауылға қалдырды. Сонда мен түсінгенімше, сол осы «Балашка» фильмнің басты рөлін ойнайсың. Я. Жақсы, рахмет. Енді түсірілімге оралайық. Түсірілім қалай өткенін айтып кетсем, түсірілім барысында саған қиындық туғызған сәттер болды ма? Және қандай сәттер? Я, қиындықтар көп болды. Бірақ ең көп қиындық болған сценалар ол жануарлармен түскен сценалар. Неліктен олар саған қиын болды? Өйткені жануарлар олар адамды түсінбейді, және олардың назары басқа жерде болады. Ал фильм қайда және уақыт бойынша қанша түсірілген болатын? Фильм Алматы облысында 30 күн түсірілді. Ең бастысы сен оқуды және түсірілім барысын үйлестіре алдың ба, үлгердің ба? Я, бірақ мен бірінші 15 күнін съемка площадкасында өткіздім. Жантөре, ал фильмнің премьерасы қашан болды? Және ол премьераға сенің жақын адамдардың қайсы келген болатын? Бұл премьера 21 наурызда болған. Ол жерге менің барлық отбасым, туысқандарым және мектептен достарым келген. Тағы да осы Тамыз Education мектебінен апайлар келген. Сонда олар фильмді және сенің рөліңді қалай қабылдады және не деп айтқан болатын саған? Олар мен түскен фильмді өте ұнатқан. Тағы да олар менің рөліме тамсанған. Сен осы актерлік іске қызығушылығын қайдан пайда болды, неден басталған болатын? Менің анам Инстаграмда бір блогердің кастинг өтіп жатқан көрді, және ол маған кастингке баруға ұсынды. Сенің кинодан басқа қандай қызығушылықтарың, хоббилерің бар? Мүмкін сен спорт сферасын жақсы көресің, немесе музыкамен айналысатын шығарсың? Енді мен жүзуге қатысамын, және менің сүйікті хоббиім ол компьютерлік ойындарды ойнау. Сен жалпы оқу туралы не айтасың? Мен сенің жақсы оқитынды естіген болатынмын. Сен осы мектепте жақсы көретін пәндерің бар ма? Және қандай? Я, рас, мен жақсы оқимын. Және менің ең сүйікті пәнім ол дене шынықтыру. Жақсы. Ал сенің жалпы сүйікті кумирің бар ма? Мысалы, сүйікті спортшы, немесе әнші, актер, мысалы? Негізі мен жақсы көретін прям кумирім жоқ. Бірақ ең жақсы ұнайтын актер ол Спайдермен актер фильмде өз Спайдерменді ойнаған Том Холланд ұнайды. Ол туралы естігенмін. Ендеше Жантөре, мен сені осындай маңызды жобамен құттықтаймын, және осыған байланысты менің саған тағы бір сұрағым бар. Сен мүмкін түсірілімнен кейін, осындай актерлік тәжірибеден кейін болашақта актер болғың келе ме? Я, болғым келеді. Онда Жантөре, мен саған бұл ісінде үлкен-үлкен жетістіктерге жетуге тілеймін. Және де осы қызықты сұхбат үшін саған көп рахмет. Оқуында, актерлік мансабында, жаңа бастамаларында үлкен сәттілік тілеймін. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы Мыңжасар Жантөре, және мен Серік Зере. Келесі кездескенше, ал мен түскі асымды жеуге кеттім.